Менімен жүр аралай Голливуд. Сенің жаныңда менде бәрі very good. Қуаныштан секірді өміріміз біту. Жүрегімде мәңгі сақталады мен тату. Мен Аладдин керек етпейтін клем. Жүрегіңе жолды навигаторсыз білем. Ханшайымым боламын ханзадан. Тәп-тәтті мезуімнен бағдарға. Менің қысыма жібер шаттың бісіна. Биле қане сұлу бике. Так, әулеттің үлкендеріне кім жазамыз? Жаз, әулеттің үлкендеріне Төле би, Қазбек би, Біржан Сал, Ақан Серік, Құрманғазы мен Абай Құнанбайды жаз. Құмаша, біздің әулеттің үлкендері дейм. Дұрыс қой? Олар біздің қазақ елінің әулет үлкендері. Алжымаш, айтшы кім жазамыз үлкендерден? Біздің әулеттің үлкендеріне жаз. Марсель атан жаз, Эльдар атан жаз, Альбина жиен жаз, Камила жиен жаз. Так, Милана жиен ұмытпау керек. Осы біздің әулеттің үлкендері не болып баратыр? Боранбай деген шал соңғы рет қашан берді екен батаны? Қатты ұсақталып баратқан жоқпыз ба? Аузыңды жапшы, саламат. Қыртыма, Роза, өзің жаз онда. Сосын жазармыз, құрсын. Жүрш базарға алып келейін. Родной, білесің ба? Кореяда дейді, корейский салат жоқ дейді. Ташкентте дейді, ташкентский чай жоқ дейді. Типа Африкада ақ адам жоқ деген сияқты ма? Құмаш. Сіздер бартерге жұмыс жасамайсыздар ма? Сіздер кімсіздер? Біз қаладағы номер 1 Азул асабамыз. Сендер бір-бірімен ақылдаспайсыңдар ма, да? Тап жаңа сендердің алдарында номер 1 Азул асабамыз деп біреулер естіп кетті. Осы сендердің араларында номер 2 Азул тіссіз асаба жоқ па? Клиент тіске жатып алған бірдеме екенсіңдер. Жақсы, қазір администратордан сұрақ келейін. Қардас, осы сіздің руыңыз кім? Менің ба? Төртқара, Жанқожа, Нарқожа, Алтынбек, Бақытбек. Чо там, арасында таныс шалдар бар ма? Қадал. Кечөре, нормально қыз екен да? Құмаши. Той есі онда отыр. Алло? Алло? Саламат апа. Балам, саламатсың ба? Біз базарда жүредік, ал тойға, ойынға қандай бірдеңе керек па? Подарка? Бізге үйге не керек? Так, утюг. Утюг? Утюг апа. Утюг? Аха. Тифаль алыңыз. Тефаль, аха. Сіз маған 44-ші размер туфли алайықшы. Құмаши, қақта туфли. Апа, осыларды алсаңыз нормально болады. Аға, жақсы алыңыз. Туфли емес, бассың. Не нормально? Хотя бы отвертка алдырып алмадың ба? Шей маси. Осында алайық. Пультпен жүретін машина, деска. Ауысатса өзімізде алады. Зато екеуміз. Тяу, не ойызы. Сен негізі қуасың, вообще? Сен бар ғой, жалпы бала кезіңде ойының қанбай қалған ау деймін. Былай да сен ештеңеге қанбайтын адамсың ғой. Сағанбай ше. Клей алайық, клей. Мына жерге жағып аламыз. Құдаймен төс қағыстырам, 1000 жылдыққа жабысып қалдым. Қалай? Құмаш, ден дұрыс сат қарайықшы. Қазір балдарға тамадаға звондайын. Не керек екен? Мынаны қара, сені сатып жатыр. Алло? Балам, саламатсың ба? Біз базарда жүредік, ал тойға, ойынға қандай бірдеңе керек па? Подаркеге? Бізге үйге не керек? Так, утюг. Утюг апа. Утюг? Аха. Тефаль, аха. Сосын не керек? Апа, осыларды алсаңыз нормально болады. Аха, жақсы Мынаны ал дейді. Мынаны алам мен. Родной, ақыр шөп төледік қой. Қаладағы дерзкий тамадалардан ақыл сұрайық, дайындалайық тойға дейін. Ондай адам бар ма не бізде? Қазақта не көп, туысқан көп қой, руластар көп. Табамыз біреуін. Давай көрейік. Мұсылман боп кіндіктері қиылғандар, адам емес Құдайға сыйынғандар, мен осылай сіздермен амандастым, ассалаумағалейкум жиылғандар деп бастайсың да үлкендерге тосып беріп жүресің.
ма, братан, дерзко айттың. Қанша жыл болды тамада болғаның, а? Қой жоқ, мен оператормын ғой. Неге тамада болып кетпейсің, братан, кәдімгі дайын жүрсің ғой? Қазір тамадалар көп. Оның үстіне біз де көтеріліп жатырық. Бұрын кішкентай тесікке қарайтын едік, қазір үлкен тесікке қараймыз. Уақыт өте келе тесік те үлкейеді екен ғой, брат. Не айтып кеттің, братан? Камераны айтам, камераны. Бұрын кішкентай тесікке қарадық, қазір нән экранға қараймыз. Кичі бар. Жігіттер, мен тойда бар ғой, табақ пен ет алып шыққанда бар ғой, жұрттың балдары құсап, деп ұстамайын, бүйтіп ұстайтын едім ғой. Табақтағы қойдың басыма ме деп қарайтын еді ғой. Мен сусыңды сұратпай құятын едім ғой, жігіттер. Соқтың тамшысын ағызбай құятын едім ғой мен. Ауыз сүркен салфетканы алып бейіп жерге тісатың деп алып кететін едім ғой. Не жеп кеттің, братан? Сен тамада емессің ба не? Қайдағы, мен официантпын. Жігіттер, самый главный арақсыз халал той басқарыңдар. Берекесі бар ғой. Той болғасын арақ бөлту керек қой. Арақ болса той жынды болады ғой. Салмақты, байыпты, нақыл сөзбен басқарған жақсы ғой, жігіттер. Нақыл сөз, нақыл емес, жігіттер. Қазір керегі би, ән, драйв. Адамдарға қазір керегі сол. Короче, жігіттер, ең бастысы дикция дұрыс болу керек. Айтқан сөздері естілмесе, ол заман. Сондықтан да четко, цик сөйлеу керек. Братан, ақылыңды айтшы бізге. Жігіттер, мені неге ақыл сұрайсыңдар? Несіңдер осы Қазақстандағы номер 1 асабаға жіберейін. Азуының азуысы, қазуының қазуысы. Осы Қазақстандағы 90% тамадын шығарған Абыз Ақсақал. Соның адресі мен номерін берейін, соған барыңдарсыңдар. Алақаннан ұшқан аққуым, барасың ұзап шалғайға, қанатың қалқам талмай ма, жазылған тағдыр маңдайға. Қанатың қалқам талмай май, жазылған тағдыр маңдайға. Міне, гарантия. Мен сыңсып айтқанда жыламаған адам қалмайды. Бәріміз айтып екенсіз. Рахмет. Біз ғасқа бір жигулимен сыңсымастан кеттік қой. Сосын бар ғой, мен сыңсып айтқан қыздар бақытты болып кетеді. Барған жеріне бақытты болып сыңсып кетеді. Иә? Айтпақшы, бізге бір сіңісіп алу керек еді. Что-то арамыз суып баратқан жоқ па? Алжымашы. Болды, келістік. Бұйырса тойда күтеміз. Ассалаумағалейкум, аға. Бізге бір ақылыңызды айтып жүресіз бе? Тамада ойын отырдық қой біздер. Мынау өнерлі болсаң өрдесең кідіп. Өнер ұшсаң қанат, кисең жәнат, ішсең тамақ деген талаптарың оң болсын. Ең бірінші сәлемдесу. Алдыңа шықтым ағайын міне әдемі әнші әнді бастардай. Той десе қуба жұмалай деп еңкейген қартпен келді жасқанмай. Аталар келді тілегім айлы, бауыздап қазаған жанды қасқандай. Әжелер келді шашуын шашып базарлығым санды қашқандай. Ағаларым бар төрде отыр міне бармағыменен балды басқандай. Жеңгелерім жүр жайсаң көңіл мен көктемде бар гүл қауызын ашқандай. Так, мейрамхана осы. Жақсы. Фуршет мына жерде болады. Оформление арттарыңызда. Қыздарыңыздың есімі кім? Гүлназ. Гүлназдың өз үйімен қоштасуы деп жазамыз. Болмаса Гүлназдың қайын жұртын табуы. Болмаса Гүлназ енді бұл үйде тұрмайды. Болмаса Гүлназдың ұзатуы. Иә, солай жазамыз. Қарындас сосын деймін, мына официанттармен кездесіп бір жиналыс өткізсек қалай болады екен? Болады. Бірақ неге? Құрсын. Өзінің осындай ұруы бар. Армияда служить еткен ғой. Соны көрсете алмай отыр. Сіз армияда служить еттіңіз ба? Иә. Бір ай служить еткен ғой. Бір айдан кейін аяғы сынып қайтып келген ғой. Құрмайсың осы сен? Бір кездесіп жиналыс өткізсек. Болады.
Замандаш жастар армысың бүгін таңмен таласқан тарғыл аспандай, қарындастарың құлпырып кепсін қанат ала қарлығаштардай. Ендеше тойың ардақтаға болсын жазған мәңгі дастандай, тойымыз тойғыласқандай, әніміз әңгіласқандай, бүгінгі айтқан тілектердің барлығы болсын жамандыға таулыға қарсы тұтқан адыраспандай деп. Болмаса, көңілдің ашырым сарайын, бір кәдеңе жарайын, келіп отқан халықтың көңілін сөзбен табайын. Араларыңда ебедейсіз, қолынан түк келмейді. Тек ақша үшін жүрген адам бар ма? Так, сен ертең бүйтесің. Ертең құрдастарың дастарханда тұр. Ішінде Жауынбай дейтін кісіні тауып алсаң, болды. Бір шөлмек арақты бересің, өзі жаудырып, шашыратып, 2 айналдырғанда бітіріп береді. Өзі қатырады. Келістік па? Молодец. Қойдың басы ұстап алып шығатын кім? Сен өзің бас ұстап көргенсің ба? Менің. Әр адам өзінің басына өз жауап беріп қой. Қойдың басы ұстап көргенсің ба? Ұстап көрдім. Сен ауырып тұрған жоқсың ба? Бәрің арманың ба? Үйде бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Неге? Неге дегенде былай. Біздің қой позитивный ғой. Өмірде қиыншылық көрмеген ғой. Ертең ол мәз болып кеткен кезде, қасында сүп-сүрезін болып кетсе, қателеу атқыттай. Шекем күліп тұрай ма? Молодец. Торт алып шығатын кім? Сен торт алып шықпайсың. Неге? Сен уже сасқалақтап тұрсың. Ертең қалтырап тортты құлатып алсаң, тек-тоқтан бір шығамыз. Керек емес. Сен алып шығасың торт. В общем, сен алып шығасың. Келіп отқан халықтың көңілін сөзбен табайын. Құтты болсын тойларың, ассалаумағалейкум жиналған барлық ағайын. Аға, бүкіл тойын сценарийін жаттап алыпсың кәдімгідей. Жоқ, бұл басы ғана. Бұл сәлемдесу. Жалпы мінекейіңіз. Бүкіл тойын сценарийі ма? Күшті, жетет бізге болса. Бұл тек нағашыларға ғана арналған сөздер. Қалғаны міне. Осының ішінде барлық тойға арналған, жалпы өтісетін жағдайға арналған сценарий болса. Аға, мұндай деңгейге қалай жеттіңіз сонда? Еңбектену керек, көп нәрсеге. Еңбек етсең,